Қайырлы күн. Бүгін біз заманында атағына адам шошыған саяси тұтқындардың мекені Карлаг лагері жайлы айтатын боламыз. Карлаг мұражай жұмысының мақсаты тәуелсіз еліміздің тарихын ұлттық мүдде тұрғысынан қайтадан өз елігін өткізіп, кешегі қызыл саясат кезіндегі ақтаңдақтардың бетін ашып, мұражай экспозициясы арқылы шындықты көрсету. Карлаг басқармасының әкімшілік орталығы Толинг кентінде орналасқанымен, оған қарасты лагерлер ұзындығы мен көлденеңі 5 шақырымда алып жатқан орталық Қазақстанның аумағын тұтас қамтыды. Мұражайдың аумағы 3326 шаршы метрді құрайды. Онда Карлагтың құрылуынан бастап тәуелсіз Қазақстанның қазіргі тарихына дейін тұтас қамтылған. Жылына шамамен 3000-нан астам турист дәл осы мұражайға келеді. Мәдени орында жалпы саны 23 зал бар. Мұражай қызметкерлері ғылыммен де айналысып, архивтермен байланыс орнатып, жыл сайын мұражай қазынасына құнды жәдігерлер мен қажет ақпарат толтырып келеді. Экспозицияны дайындау кезінде қазіргі заманның озық үлгілерін кеңінен енгізіледі. Оған ғылым мен техника жетістіктері пайдаланылды. Әрбір зал мультимедиялық анимация құрылымдармен, көрнекті құралдармен жабдықталды. Ондағы әрбір жәдігер құжат, қағаз сөйлеп тұр деуге болады. Мәселен, Карлагтың құрылуы залын алайық. Ол 1928 жылдан басталады. Ал әйелдер мен балалар залында әйелдердің айқайы, балалардың жылауы бәрі сол күйінде естіледі. Мұражайдың әр залы өзіне тән бейне, фотосуреттермен әспеттелген. Өткен ғасырдың 20 жылдарынан бастап қуғын-сүргін ұлт зиялыларының басына түскен үлкен нәубет болды. Көбі ұлт болашағы үшін жанын қиды. Олардың еңбектері мен есімдері ұмытылмақ емес. Карлаг лагерінде алаш зиялылары, ғылым оқымыстыларының әйелдері де тұтқында болған. Карлаг, яғни Қарағанды еңбекпен түзу лагері ГУЛАГ архипелагы құрамындағы ең ірі азап аралы. Карлаг сталиндік саяси қуғын-сүргіннің адам айтқысыз айуандықпен жүргізілген назалы тарихы. Карагандинский лагер сол 1931 жылдан бастап 1926 жылға дейін Карлаг болып келді. Музейге келгенде сол кездегі оқиғаларды сезіп, жан түршігерлік сезім пайда болады. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қараң қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлде біз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Егер де сіздерде Карлаг лагеріндегі шынайы оқиғалар сезілеріңіз келсе, Карлаг музейіне келіңіздер.